Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mursalin. Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Biz En-Nuqaya Muhtasara Viqayatı fiqh kitabını okudamız. Bugünkü dersimiz gusulun parızdары. Parız degenimiz ötken derste ayttık. İsteyilүү керектігі бұлттартпас дәлелдермен бекітілген іс. Оның үкімі істеген адам сауапқа кенеледі, істемеген адам ауыр күнәға батады. Фардул гусли, гусулдың парыздары. Гусул арабшада жууну деген маананы билдирет, ал гасл болса ол жуу деген маананы билдирет. Тәретте гасл деген сөз қолданды, ол жуу, ал мында гусул яғни жууну сөзі қолдануда. Гусулдың парыздары келесідегідей: Гослу фамихи ва анфихи, ауызды шаю, мұрынды шаю. Яғни ауызды мен мұрынды шаю гусулдың парыздары болып есептелінеді. Құран Кәрімде ва ин кунтум джунубан фаттахару деген аят бар. Оның мағынасы: жүніп болсаңдар, гусулдарың бұзылған болса, жақсылап тазаланыңдар дейді аятта. Яғни дененің жуылуы оңай, су жеткізу қиынға соқпайтын барлық жері жуылуы тиіс деген сөз. Мысалы, көздің іші жуылуы оңай емес, оның ішін жуу қиынға соғады, әрбірден соң зиян. Көздің ішін жуу соқыр етеді, сондықтан гусулда көздің іші жуылмайды. Ал мұрынға су өткізіп мұрынды шаю, ауызды шаю гусулда оңай, ешқандай қиындық туғызбайды. Сондықтан гусул алатын кісіге ауыз бен мұрынды шаюы парыз. Гусулда ауызды және мұрынды бір рет шаю мәселесі хадисте келген ба дейтін болсаңыз, Дарақутнидің кітабында келтірілген бір риwayatта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ауыз бен мұрынды шаюды жүніп болған кісіге парыз етті делінген әлгі риwayatта. Осы тұрғыда мынандай айталық: тіс салдыратын адам немесе пломба салдыратын адам гусулданып дәрет алып баруы қажет емес. Пломба салынған тістің астына судың тиюі шарт емес. Мұны жарақат бетіне таңылған таңғыш іспетті көрсек, қателеспейміз. Соңғы кезде сұрақ сұраушылар тарапынан жиі сұрала басталған тағы бір сұрақ бар. Пломба немесе протез тіс салдырған адам гусул алғанда Шафиғи мазхабына немесе Малики мазхабына өтіп гусул алу керек пе дейді. Яғни ауызды шаю Шафиғи мазхабында парыз емес гусул алған кісіге. Сондықтан гусул алуларда Шафиғи мазхабына өту керек пе дейді кейбір бауырлар. Оған айтарымыз: ондай кезде гусул алатын адам Шафиғи мазхабына өту керек дейтін тұжырым ақиқатқа жанаспайды. Біріншіден, фиқх кітаптарында Абу Ханифаның күміс тіс салуға, ал оның екі шәкірті имам Абу Юсуф пен имам Мұхаммедтің алтыннан да тіс салдыруға рұқсат еткен пәтуалары бар. Тіс салдыруға рұқсат еткен бұл ғұламалар гусул алғанда Шафиғи мазхабына өту керек деп айтқан пәтуалары кездеспеген. Екіншіден, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям заманында Арфа жатты сахабаның соғыста мұрны кесіліп қалғандықтан Алла елшісі оған алғашқыда күмістен мұрын салып береді. Бірақ күмістен жағымсыз иіс шыққандықтан Алла елшісі оған мұрынды алтыннан салдыруға рұқсат етеді. Осы тұрғыда Пайғамбар сахабаға гусулда салынған мұрынның астыңғы жағына су тию керек деп бұйырған жері жоқ. Егер қажет болғанда айтар еді. Демек, пломба салынғанда немесе тіс салынғанда арнайы гусулданып бару немесе арнайы дәрет алып барудың да қажеті жоқ. Гусул алған кезде Шафиғи мазхабына өтудің де тіпті қажеті жоқ. Кітабымызды ары қарай оқиық. Келесі гусулдың парызы ва куллил бадани ва гуслу куллил бадани деген сөз. Яғни барлық денесін қамтитындай етіп ең кемі бір рет жуу, барлық денесіне су тигізу парыз. Шашының түбі, кіндіктің іші, сақал мұрттың арасын бәрін жуу парыз. Әйелдер құлақтағы сырғасын ары бері бір рет сырғыту арқылы тесіктің ішіне де судың тиюін қамтамасыз етуі тиіс. Құлақта сырға болмаса қажет емес. Пайғамбарымыз бір хадисте: әр шаштың түбінде гусулсыздық бар. Шаштарыңды жуыңдар, терілеріңді тазалаңдар дей келе, денесінің ешбір жері қалмайтындай жуу тиіс екендігін айтуда. Кей жағдайларда денеміздің бір жері жарақаттанып су тиюі зиянды болуы мүмкін. Ондай кезде таңғышпен таңып, үстінен масих тарту, яғни сипалау жеткілікті, қалған сау жерлері жуылады. Тағы жиі сұралатын сұрақ: гусулдан кейін қосымша дәрет алу шарт па деп жатады. Гусул құйынып ауыз мұрныңызды шайған болсаңыз, одан кейін дәрет бұзатын жағдайлардың бірі болмаса, қайта дәрет алудың қажеті жоқ. Өйткені гусул құйыну арқылы дәретте жуылуы керек жерлер де жуылып отыр. Шашы ұзын әйел, егерде шашы өрілген болса, шаштың гусулда су түбіне жетуі жеткілікті. Өрілген бұрымды тарқату шарт емес. Өрілген шаш шешілген болса, онда шаштың бәрін жуу керек. Бұл жайында Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям жұбайларының бірі Умму Салама радиаллаху анха былай деген: мен Алла елшісінен: уа Расулалла,
шашымды қатты қылып өріп қоямын. Жүніп болған себепті ғұсылданатын болсам, тарқатуым керек пе деп сұрайды. Сонда Алла елшісі, жоқ, басына 3 рет су құюың жеткілікті, кейін денеңнің барлық жерін жуасың, осылайша тазарған боласың деп жауап берді. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin.